Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгінгі видеоның тақырыбы неге әрбір адам өзінің туылған күнінің құпиясын білуі керек. Менің есімім Гүлнара Дарибекова, мен нумерологпын және де 25 жыл стажы бар дәріхана қызметкері, провизормын. Туылған күнінің құпиясы мені бұрыннан бері қызықтыратын. Енді осы жерде менің жолымда айтсам, нумерологияда 2020 жылы енді карантин болды, бәріміз үйде отырмыз. Сол кезде мен реклама бойынша бір нумерологты көрдім да, соған тапсырыс бердім. Ол кісінің маған айтқаны жаңағы финансовый код миллионера, және сізде осы жылы мынандай нәрсе жасауға болады, және немесе болмайды. Сосын сізде мыңдық сан бар, знак тысячника, сіз творчествомен заниматься етуіңіз керек, және де ұстаз болуыңыз керек деді. Бір айналдырған 3 аудио және жаңағы сандар. И ол кезде 7000 теңге тұратын консультация. Енді елестетіңіздер, 2000 жылы 7000 теңге, ол негізі біраз ақша. Қазіргінің өзінде де 7000 теңгеге консультация дегенде де біраз адамдар ойланады. Енді одан ары қарай мен енді ол жауап бойынша менің көңілім толтырмады. Мен ойладым, неге мынаны ары қарай зерттемеске деп. Сөйтіп жүріп, өзім жаңағы іздеп реклама бойынша тағы да тауып алдым нумерологияға оқытатын адамды. Нумерологияны сол жерден өзім оқып алдым. Оқып алғаннан кейін уже біраз көп нәрсеге көзім ашылды. Жаңағы знак тысячника деген ол қалай екенін, және де жаңағы код, финансовый код миллионера, жаңағы число удачи, сондай сандарды. Бірақ мен ондай именно сан арқылы, мына санды жазып алып мына жерге жүрсем дегенге көп сеніңкіремейтінмін. Енді мына осы жаңағы нумерологияны оқып алғаннан кейін өзім жұрттарға уже консультация бере бастадым. Ол кезде менің консультациям 3000 теңге болады. Соның өзінде де адамдар айтқан жауаптарыма, консультацияма, аудиоларыма қанағаттанып, сіздің айтқаныңыз өте дұрыс, мына жері мынандай, ол осылай деді. Бірақ бұл жерде мен тағы да өзімнің біліміме, адамдарға беріп жатырған ақпаратыма, мәліметтеріме, бәріне қанағаттанған жоқпын. Неге десеңіздер, ол жерде тек қана тағы да жаңағыдай информация. Опять финансовый кодты берем, және число удачи, территориальный число удачи деген болады, число цвета деген, адамның киімі, қандай түсті киім кию керек, және де знак тысячника деген болады, әртүрлі. Сол туралы айтып береміз. Сосын бұл жерде бір жақсы жері годовой прогноз деген болатын. Жылдық болжам. Сол жылдық болжам шамалы адамға кішкентай не береді, қызығушылық беретін. Сол жылдық болжамында айтамын, және адамның матрицада жаңа қаншалықты сандары бар, соған байланысты адамның мінез құлқы, мінездемесі, қандай нәрсеге жақын, не нәрсені қалайды, қандай жұмысқа бару керек, баруға болады деген сияқты сұрақтарға біраз жауап беріледі. Бірақ сонда да менің бұл жерде қанағаттанбаған себебім, адамдарға мінезін айтып бергенде онда тұрған не бар деп ойладым. Мысалы, адам біледі онсыз да. Сіздің мінезіңіз мынандай екен, сіз осындай жаңағы адамдармен қарым-қатынаста болғанда, араласқанда, сөйлескенде мынандай екенсіз, сіз осындай нәрсе істей алады екенсіз дегенде менде бірдеңе жетіспей тұрған сияқты болды. Содан кейін ізденіп жүріп, мен уже нумерологияның екінші, другая уже школа нумерология дейді ғой, басқа уже ұстаздардан үйренейін деп ізденіп, басқа жаңағы школа нумерологиядан қайтадан үйрендім, оқыдым. Ол школаны сіздер білетін шығарсыздар, айтайын. Инстаграмда бар, нумерологом деген өте жақсы школа нумерология. Июля ішіндегі, бірақ ол оқу өте қымбат болды. Ол жерде 3 модуль болатын. Енді бір модулінің өзі 20 000 теңге болатын ол кезде. Одан кейін мен енді шын айтқанда 2 модулін оқып, біреуін оқымай қалып қойған, өйткені ол кезде ақшам жетпей қалған. Бірақ сол 2 модульдің білімінің өзі бәріне қаншалықты біраз білім береді олар, соның өзі жетіп жатырды. 3-ші модульда уже шамалы практический нәрселер, сайтқа қалай қосылу, өзіне қалай сайт жасау, уже ол бөлек тема болды. Сондықтан оған уже енді мен көп мән берген жоқ, ақшам жетпесе де, ладно, зато мен білімін алып алдым дедім.
сөйтіп сол арқылы уже мен адамдарға жақсы консультация бере бастадым. Бұл жерде Юляның жаңағы мектебінің маған берген білімдері бар. Ең бірінші оқыған өзімнің жаңағы ұстазым бар, нумерология, ол соның білімдері бар, соның бәрін қосып мен бір неге айналдырып адамдарға жақсы нақтылап консультация бере бастадым. Бірақ тағы да бір нәрсе жетіспейді. Не жетіспейді? Мен ойлаймын, адамдарға енді сен мынандайсың деп айтамын, мен оның қасиеті бар, сен қасиетің мынандай деп айтамын. Енді ол оны ары қарай дамыту керек қой, не істеу керек, сонда ол не қылады деп. Тағы да уже ары қарай мен фэншуйды оқып алдым. Фэншуйда да, олда да сөйтіп блогымен береді, әр блогы бөлек тұрады, ол да бөлек ақша тұрады. Енді ары қарай ақшасын айтпай қояйын. Енді сол мен ол фэншуйды неге оқыдым дейсіздер? Фэншуйда мысалы бізде бар ғой, білеміз шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік дегенді білеміз, бәріміз оны қабылдаймыз. Компас бар, компаста стрелка қозғалады, жан-жақтың жаңағы магнитті полюсін біледі, соны біз білеміз, қабылдаймыз, сабақта мектепте оқыдық. Енді сол біздің жан-жағымыздағы энергияны дұрыс қабылдау үшін, дұрыс пайдалану үшін мен уже сол фэншуйды оқыдым. Өйткені фэншуйда именно мына пространствода энергияны қалай пайдалану керектігін оқытады. Және одан бөлек фэншуйда өзінің астрологиясы бар, батыс деген. Ол жерде мына адамда 3 түрлі удача болады деп үйретеді. 3 вида удачи дейді. Бұл жерде небесная удача, человеческая удача и земная удача дейді. Енді адамның өзінің жаңағы жол болушылығы ма, немесе енді қазір түсіндіре келе, айта келе түсінікті болады. Бұл жерде енді ең бірінші жаңа небесная удача дегенімізде ол адамның туғаннан бастап туа бітті берілген өзінің жаңағы маңдайына жазылған нәрселері ғой, небесная удача деген. Енді человеческая удача деген адам өз қолымен жасайтын іс-әрекеттері, сол арқылы қандай не алады, Құдайдан неге жетеді. Және земная удача деген біз уже жерде жүріп, мына кәдімгі жан-жағымызда осы энергияны пайдалана отырып өзіміздің жаңа өмірімізді жақсартуымыз керек. Сол земная удача болып есептеледі. Егер біз өзіміз қалай болса солай просто өмір сүріп, ешқандай да жаңағы удачамызды дұрыстамай, жолымызды қалай болғызамыз, мысалы жан-жағымызда пространствомызды мына қапталдағы өзімізге әсер етіп жатырған жаңағыдай энергиялар бар ғой, север, юг, запад, восток деген сияқты, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, соның энергиясын біз өзіміз дұрыс пайдалана білсек, біздің земная удачамыз жақсарады. Өзіміз адамдармен бірге қарым-қатынасымыз жақсы болса, осы өмірге деген көзқарасымыз жақсы болып, дұрыс болса, өзімізден деген шығатын мына неміз өміріміз тоже жақсы болады. Және Құдайдың бергені соның өзін дұрыс пайдалана білуіміз керекпіз. Енді бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Сол денсаулық деген бізде адам өмір сүрген кезде осы денсаулық ешқашан таусылмайтындай көреді да. Қалай болса солай өмір сүреді, не болса соны пайдаланады, тамаққа пайдаланады, қалай болса солай жаңағы дұрыс ұйықтамайды, кеш жатады, кеш тұрады, немесе енді өзінің денсаулығын, өмірін босқа құртып жатқан көп адамдар. Енді осының бәрін дұрыс пайдалану үшін, өмірін жақсарту үшін, денсаулықты жаңағы қалай айтсам екен, денсаулықты жақсы сақтап, және де качественно дейді ғой, сапалы өмір сүру үшін өзінің туылған күнінің құпиясын адам білу керек. Енді әрбір туылған күнде өзінің бір құпиясы бар. Адам қай айда туылды, қай күнде туылды, жылда туылды, соған байланысты адамның өзінің қасиеттері бар, таланттары бар. Мысалы, біреуде мыңдық сан болса, біреуде родовое кодирование порча болып жатады, біреуде зарубные родители деген болады, және де басқа бір белгілер болады. Спортсмен белгісі, экстрасенс белгісі, немесе бір анандай жаңағы қолөнер, қолынан бәрі келетін адам болады. Соның бәрі жаңағы матрицада сан арқылы білуге болады. Әрбір сан бізге сөйлейді да. Мысалы үшін енді беймәлім білмейтін адамдарға ол сан сіздерге просто сан сияқты. Былай алып қарағанда нумерологтар ол санды
адамдарды кәдімгідей сөйлетеді, иә. Мысалы, денсаулықты айтып жатырмыз ғой, денсаулықтың өзі, мына психосоматика дейміз. Сіздің матрицаңызға қарап отырып, сізде қандай өзіңіздің мінезіңізге, мінез-құлқыңызға, өмірге, көзқарасыңызға байланысты қандай аурулар болуы мүмкін, иә? Және оның алдын алу, соны айтылады. Және де сізде жаңағыдай қасиеттеріңіз, таланттарыңыз болса, оны қалай дамытып ашу керектігін тоже айтып береміз. Неге десеңіздер, оның бәрін білмесеңіздер, өзіңіздің жолыңызға түспесеңіз, иә, әр адам өз жолына түсу керек, осы өмірге келгендегі мақсаты өз жолымен жүру керек деген ғой. Өз жолыңызға түсе алмасаңыз, ол кезде денсаулыққа зиян келуі мүмкін, иә. Денсаулығына бір рет, екі рет, үш рет уже адамға сигнал бере бастайды ғой, белгі бере бастайды. Сол кезде бірінші қиындықтар болуы мүмкін, және ақшалай қинауы мүмкін, одан кейін денсаулықтықпен қинауы мүмкін, иә. Ол кезде де адам түсінбей, неге мынандай болды деп қайта-қайта біресе больницаға барып, біресе дәріханаға барып, емделіп сөйтіп жүргенде уже енді 50-ден асып әрі қарай совсем түсінбей жатса, ол адамға уже өміріне қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан да туылған күндеріңізді зерттеп, сізде қандай талант бар, сізде қандай жаңағы белгі бар, немесе жаңағы қасиетіңіз бар, соны біліп, ары қарай қалай ашу керек, дамыту керек, соны зерттеп біліп алыңыздар. Өйткені мен бір мысал келтірейін. Мысалы, менде бір консультациямда баласы спортқа қатысатын бір жанұя болып шықты. Ол спортқа қатысады, жасы жақында қанша, 13-те деді. 13-те ол бала спортқа қатысып жүріп, уже әке-шешесі оған үлкен жаңағы жол дайындап қойған ғой. Енді мысалы, спортқа қатысасың, ертең бітіргеннен кейін жаңағы физкультурный институтқа түсесің, одан енді ары қарай жаңағы спортпенен оның өмірін байланыстырғысы келген. Енді реклама бойынша маған аяқ астынан түсіп қалды. Түсіп қалған кезде олар сол баласының несін білгісі келді. Енді баласының туылған күнін есептеп ашып қарасақ, матрицада ол балада спорт белгісі емес, ладно, бірақ ешқандай спортқа ары қарай алып кететін, жететін ол баланың энергиясы жоқ болды. Сосын мен айттым, мына балада ешқандай жаңағы спортқа құлшынысы жоқ, ол қазір просто қызығушылықпен жүр дедім. Балалық қызығушылықпен жүре береді олар, ше. Өйткені енді қасындағы балдар қатысады, солармен бірге барады, келеді, ойнайды, күледі, ол кезде білмейді. Ал энергиясы, енді жас балдар, молодежь болғасын, енді жастар, кішкентай балдардың бәрінде де білесіздер ғой, қазір гиперактивный, бәрі жүгіреді де жүреді, и энергиясы оныға жетіспейді. Мен айттым, енді келесі уже 3-4 жылдықта ол бала уже бұл жерде жүргісі келмейді, энергиясы жетпейді, и ары қарай алып кете алмайды, ол жерде ол уже тастап кетеді деді. Оған басқа өзінің несіне байланысты, туылған күніне байланысты, оған мынандай жұмыспен айналысқан жақсы, ол мынандай затқа қызығады екен, және мінезі осындай дегенде олар ойланып қалған. Бірақ әзір өзгертпейді шығармыз деп, өзінен көрейік деді. Енді бірақ мен айттым, енді маған бір статистика болсын, арасында хабарласып тұрыңыздар деп. Где-то бір жылдан кейін хабарласты. Олар айтты, бірақ жылдың ішінде баланың ойы өзгеріп кеткен. Баланың ойы өзгеріп, және ол балада уже не бола бастаған. Басым ауырады деген, біресе жаңағы бір соққыға тап келген, енді болады ғой, поединокта болады, күрескен кезде нетеді, травмалады. Содан кейін олар уже ол спортты қойды. Міне қарап тұрыңыздар, сонда ол балада уақытысында мысалы әке-шешесі білмесе, оны итермелеп қайта спортқа жібере бергенде, уже 20 жасқа келгенде ол оны жарты жолда тастап кетіп, ары қарата не істейтінін білмей қалатын еді. Мысалы, енді бұл кішкентай ғана бір мысал. Осының өзі айтады адамды біз қинамауымыз керек. Әке-шешелер көбінесе мамасы, папасы балдарына жақсы жол тілейді, олардың аман-есен болғанын қалайды, жақсы ақша тапқанын қалайды, үлкен азамат болғанын қалайды, бірақ өздерінің несіне байланысты, ойына байланысты, өздерінің пікірлеріне байланысты біздің
біздің бала осындай болса екен деп армандарына байланысты баланы сондай жолдама беріп баланы жібереді, ал ол баланың өзінің желаниесін сұрап жатырған ешкім жоқ. Ол баланың туған күні қазір зерттеп жатырған ешкім жоқ. Қазіргі заманда қайта жақсы ғой, қазіргіде бәрі бар, интернет бар, қарап отырыңыздар, TikTok бар, Instagram бар, YouTube бар, бәрінде де информация өте көп. Әсіресе нумерология, психология, астрология дегендерде бәрінде көп. Сондықтан да міндетті түрде балдарыңыздың туылған күндеріңізді қарағандарыңыз жөн деп ойлаймын. Енді мына әңгіменің бәрін қорытындысында айтқым келгені, туылған күнде жалғыз жаңағыдай қай жерге барады, не қылады дегенді ғана білмей, өте көп ақпарат алуға болады. Талант, қасиет, мыңдық сан, родовая порча, кодирование, зарок на родителей деген болып жатады, қысқа тілек деп бізде қазақта айтады ғой. Және неше түрлі белгілер болады. Сосын денсаулыққа байланысты нәрселер болады. Және оларды қалай ашу керек, қалай сізде жаңағы зарок болса, оны қалай проработка жасау керек, және родовое кодирование болса, порча болса, оны қалай арғарата алып кету керек, проработка жасау керек. Бұл жерде егер білгілеріңіз келсе, менде тегін телеграм-каналда тегін не бар, парақша. Сол жерде жаңағы родовое кодирование, знак Тысячника дегендерді қалай проработка жасау керек жазылып тұр. Одан бөлек сол каналдың ішінде бір кішкентай кітапша бар. Сол жерде жылдық болжамды есептейтін формула бар, ішінде финансовый год есептейтін формуласы бар. Бағасы өте қолжетімді. Ол кітапшаны да алып пайдалансаңыздар болады. Міне енді іске сәт туылған күндеріңізді зерттеп, өздеріңіздің қасиеттеріңізді, таланттарыңызды біліп жүріңіздер.